6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Көл таусар достам, жел аяғымыз кешікті ғой. Жарайды, ер төстік келгенше, ол да келіп қалар. Таусоғар, қарап отырғанша, өзің туралы қызықты оқиғалар болса, айтып берсеңші. Жел ма, құйын ба өзі? Сәлем достар, мен кешіккен жоқпын ба? Қара басып ұйықтап қалыппын. Жоқ, дер кезінде келдің. Таусоғар досымыз өзінің балалық шағынан сыр шертейін деп отыр. Ер төстік келгенше қызықты әңгіме тыңдай. Кел, отыр жел аяғы. Айта бер, Таусоғар, құлағымыз сенде. Менің әке шешем қарапайым адамдар болған. Әкем темір ұстасы, ал анам тігінші еді. Мен туылғанда аспанда алып жұлдыз пайда болған екен. Сол түні ол тура біздің үйдің үстінде жарқырап тұрып алыпты. Пай, батыр бала дүниеге келді. Бауы берік болсын, бесігін дайындаңдар. Қолдызың жарқырай берсін балам. Содан есіміңді Таусоғар деп қойды, солай ма? Түу, сенде. Асықтырмай қоя тұрсаншы. Жалғастыра бер, Таусоғар. Жоқ, бұл есім маған кейін берілді. Ал әкемнің азан шақыртып қойған есімі Дәукем болатын. Мен күн санап өсе беріппін. Анам маған киім тігіп, әкем бесік жасап шаршапты. Киген киімім ертеңіне симай қалатын болған соң, анам да ылғи кеңдеу етіп тігетін болыпты. Бүгін бөлеген бесікке ертеңіне аяғым симай шыға берген соң, әкем жел бесік жасап беріпті. 3 жасымда елге алып бала атандым. Әкем байғұс мені тойдырамын деп егін егіп, диқаншылыққа бой ұрды. Ал анам болса, таң атқаннан қара кешке дейін нан жауып, ошақтың басында тамақ істеумен әлек. Дәукенжан, келе ғой. Балам, айранға нан турап жеп ал. Қазір қазанда қайнап қалар. Нан соғар! Нан соғар! Алып көкөгөз жолындағылардың бәрін жайпап, қиратып келеді дейді. Ешкімге бой бермейді екен. Ой, сұмдық-ай. Енді қайт. Көрші ауылдан өтіп, біздің ауылға шақырып. Ел болып қамданбасақ болмас. Батылы жетіп, кім бара қояр дейсің? Мұны естіген мен әкеме келіп. Әке, мен көкөгізді жетектеп алып келіп, соқаға жегемін, жер жыртуға көмектесемін. Жоқ балам, сен әлі кішкентайсың. Алып өгізге тамаң жетпейді ғой. Құтырған пәле сүзіп, өзіңді майып етсе Әке, қайтеміз. қорықпаңыз, сіз одан да маған мықты арқан даярлап беріңіз. Осылайша мен алып көк өгізді іздеп ауылдан аттандым. Жолшыбай қираған қора, керегелері сынған киіз үйлерді көріп, өгізге одан да бетер ашуым келді. Көк өгіз, ана қырдың
арғы жағындағы суатқа келіп су ішеді. Абайла балам. Мен сол суатқа қарай беттедім. Алып өгіз мені көре сала, тұяғымен жер қазы, маған қарай ұмтылды. Жақындап қалғанда мен де мүйізінен шап бердім. Екеуміз алыса кеттік. Мойының бұрап құлаттым да, арқаммен байлап тастадым. Айналайын Дәукен, сенің арқанда ауыл тойды, ел көңілі шайланды. Саған деген алғысымыз шексіз. Сіздерге де рахмет, ата. Осы кезге дейін мені асырап, әлпештеп өсірген ата-анама да басым дейіп, алғысымды білдіремін. Рұқсат етсеңіздер, мен ел аралап, жер көрейін. Бойыма біткен алып күш мені алыс сапарларға жетелеп, ауылға сыйдырар емес. Мені алда үлкен оқиғалар, ерлік істер күтіп тұр. Алыстағы ертегілер еліне сапар шексем деймін. Қол жайып бата беріңіз, ақсақал. Шортқанда жолың болсын, жолдасың қазар болсын. Бойындағы бұл күшті тек қана жақсылыққа жұмса. Ел жұртыңды ұмытпа балам, аумин. Осылайша мен ертегілер елін іздеп талай жерлерден өттім. Жол бойында кезіккен адамдардан көмегімді аяғаным жоқ. Бір ауылды жыртқыш алып аюдан құтқарсам. Екінші бір шаһарды аузынан жалын шашқан қанатты айдаһардан азат еттім. Ертегілер еліне жеткенімде, дене бітіміме, бойымдағы орасан зор күшіме қарап, маған Таусоғар деген есім берілді. Ертегілер еліне қош келдің, Таусоғар. Ал ендігі кезек сендердікі. Ертегілер еліне өздерің қалай тап болдыңдар? Тап, уақытта болып қалыптау. Жарайды, мен келер жолы айтып берермін. Келістік қой балалар. Ертеде ешкі жүні біртеде, ертек айтып бермесе